Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ болып шығатын және де құрамы өте оңай творожный булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де осы рецепті өздеріңізге сақтап алыңыздар. Керекті заттар, яғни бізге творог керек болады, 250 грамм, және де осындай бір кесе шекер керек болады, және де осындай 2 жұмыртқамыз керек болады. Осылай барлығын салып аламыз ішіне, және де бізге үй температурасында тұрған осындай сары майымыз керек болады. Және де дәміне қарай тәтті дәм шығу үшін мен осындай ванилин қостым. Қоспасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Осылай барлығын қосып араластырып аламыз да, одан кейін оны осындай миксердің көмегімен жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Жақсылап барлығы толық ерігенше барлығын осылай араластыратын боламыз. Және де массасы осындай болады. Осы массаның үстіне 280 граммдай менде ұн кетті. Осы 280 граммның үстіне ұнны бір шай қасық ас содамыз қосып, осылай електен өткізіп, осылай жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамыр ұнын көп қатты қосып жібермеңіздер. Яғни қамыр жұп-жұмсақ және де қолға жабыспайтын болу керек. Шамамен 280-де 250 граммдай ұн кететін болады. Сіздердің жасауларыңызға байланысты болады. Менде 280 грамм ұн кетті. Міне осындай жұмсақ масса пайда болады. Осылай қамыр елеген сияқты жұп-жұмсақ қатты күшпен емес, осылай елейтін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңызда осындай жұп-жұмсақ болады, яғни қолға да жабыспайтын болу керек. Одан кейін оны 20 минутқа осылай бетін жауып қоятын боламыз. 20 минут өткеннен кейін осылай қамырымызды жаятын боламыз. Мен осылай 2 бөлікке бөлдім. 2 бөлікке бөлгеннен кейін осылай оқтаудың көмегімен жақсылап осылай елейтін боламыз. Қатты жұқа қылып елемейсіздер. Осылай қамыр елегендей, бешбармақтың қамырын елегенде осылай елеп алатын боламыз. Формасын жайлап қолмен келтіріп аламыз өзіміз. Міне миллиметр, 4 миллиметрдей қалыңдығы болу керек. Міне жақсылап осылай елеп алатын боламыз. Одан кейін осыны елеп болғаннан кейін жан жақтарын жайлап қолмен осылай келтіріп аламыз. Дөңгелек пішін жасап. Осылай елеп болғаннан кейін, осылай пышағымызбен осылай орталарынан бөліп шығатын боламыз. Дәл видеодадай осындай қылып бөліп аламыз. Осындай формада шықты. Одан кейін осылай дәл ортасын пышақтың көмегімен дәл андай үшбұрышты етіп осылай кесіп шығамыз. Екі шетіне кетіп қалмау керек. Міне осылай барлығын кесіп шығасыздар. Бізге осындай әдемілік көрсету үшін осылай екі жағын кесіп алатын боламыз. Міне барлығын осылай жасап алғаннан кейін енді кезекте бұны біз орайтын боламыз. Міне шетінен бастап дәл осылай орайсыздар. Міне осындай тәріздес екі жағын осылай кішкене майыстырасыздар. Міне бізде осылай барлығын дайындап алдым. Осы үстіне жұмыртқа жақтым. Одан кейін 180 градус температурада 20-25 минутқа пісіріп алатын боласыздар. Міне достар, менде осындай дайын болды. Енді кезекте үстіне осындай сахарный пудрамды сеуіп қойдым. Міне достар, осылай сіздерде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте жұмсақ, шаймен жегенде өте. Енді сөзсіз, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.